Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын және де алғаш жасағаннан сәтті болып шығатын ең дәмді круассанның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, оның үстіне жылы суымызды қосамыз. Және де дәміне қарай аз ғана тұз саламыз, шекер саламыз, құрғақ дрожжымызды саламыз. Және де сұйық майымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осы сұйық массамыз жақсылап араласқан кезде бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып, қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Құрметті көрермендер, егер каналыма әлде тіркелмеген болсаңыздар, қызыл батырманы басып, каналыма тіркеліп кетулеріңізге болады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 40-45 минутқа біздің қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз осы видеодағыдай жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, формасын шығарамыз. Құрметті көрермендер, егер осы рецепттерге ұнап жатса және де пайдалы болып жатса, осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Және де менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды бөліп болғаннан соң осылай ұн сеуіп оқтаудың көмегімен жұқалап, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырларымыздың барлығын алдын ала жайып дайындап қоямыз. Содан соң үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағамыз. Барлық қамырларымызға бірін-кетін осылай сары майымызды жағып, үстіне екінші қамырымызды қойып, дәл жаңағыдай сары майды жағып, қамырды үстіне қойып, барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Мен де соңғы қамырды қойып жатырмын. Соңғы қамырды қойып болғаннан соң оқтаумен осылай үстінен басып жайып аламыз. Және де қамырдың астыңғы бөлігін осылай қазір видеода көрсетілгендей етіп аударып аламыз. Осы жайылған қамырымызды круассанның формасын шығару үшін видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Егер қаласаңыздар, ортасына салмасын салып шықсаңыздар да болады. Мен ешқандай ортасына ештеме салмай пісіретін боламын. Қаласаңыздар, вареный сгущенка не болмаса жент қолданып пісірсеңіздер болады. Осы видеодағыдай етіп орап шығамыз. Біздің круассандарымыз жұп-жұмсақ болып, және де кереметтей көтеріліп шығады. Әсел печкамызды алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. 200 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің печкасы әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Дайын болған круассандарымызды әсел печкінің листіне саламыз. Астына пергамент қағазды төсеуді ұмытпаңыздар. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, печкеге саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, сондай нәзік, және де өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар.